вахабилерге немесе қоғамдағы радикалдардың белгілері. Мыналардан сіз оп-оңай оларды анықтап аласыз. Бірінші, тағут мәселесі. Олар билікті тағут дейді. Тағут деген не екенін олар түсінбейді өздері. Бірақ сонда да билік тағут деп айғалайды. Екінші белгісі, сақалмен балақпен арпалысады да жүреді. Егер біреудің сақалы болмаса, ол табиғи түрде болмауы мүмкін ғой. Ол сақалы болмаса кінәлі, бітті. Балағы міндетті түрде ана орысша айтпақшы простреленный болу керек, қысқа балақ болу керек. Осы екеуіне жабысып қалған. Үшінші, болса да, болмаса да бүкіл дүние харам оларға. Мысалға, домбыра харам, наурыз харам, не нәрсе болмасын барлығына харам деп шығады. Бірақ бір қызығы, оларда пива харам емес. Неге пива харам емес екен, бірақ түсіне алмадым. Төртінші, мүфтиятты мойындамайды. Жоқ, вахабилердің арасында мынандай бар. Біз билікті мойындаймыз дейтін матхалилер бар, бірақ олар олар нағыз жүйріктің өздері. Олар ана жердегі билікті мойындаймын деп айтып алады да, сосын барып мүфтиятты мойындамайды. Ал негізі Қазақстан мұсылмандар басқармасы немесе Қазақстан мұсылмандарының қара шаңырағы мүфтиятты біз барлығымыз мойындауымыз керек. Бесінші, ұлттық құндылықтарымызды, ұлттық рәміздерімізді және сонымен қатар мерекелерімізді мойындамайды. Олар еш нәрсені мойындамайды. Ал 16 желтоқсан біз осыншама қиналып тұру тәуелсіздікке жеткенімізді, қаншама кісі дәл қазір, дәл бүгін біз көк паспортымызды ұстап жүргеніміз үшін сол кісілердің рухына бір құран бағыштауды да білмейді. Олар еш нәрсені мойындамайды. Милар жуылып қалған ғой, әбден жуып тастаған, ана жақтан қандай приказ келеді, соның барлығын орындап отыра береді.